Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мини пирожныйлардың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге дайындаңыздар. Оған жұмыртқа, сары май, қант, ұн, шоколад, какао және разрыхлитель қажет. Алдымен сары майды және шоколадты ерітіп аламыз. Қаласаңыздар микротолқынды пеште немесе газда да ерітуге болады. Ең бастысы шоколад күйіп кетпесе болғаны. Енді ыдысымызға 2 жұмыртқаны және қантты салып, жақсылап араластырамыз. Мұқият қант ерігенше араластыру қажет. Сосын оған жаңағы еріген шоколад пен сары майды осылай араластырып, жаңағы массаға қосамыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Сосын оған ұн, разрыхлитель және какаоны жаңағыдай біріктіріп, електен өткізіп қосамыз. Барлығын бірден қосу қажет. Венчиктің көмегімен араластырамыз. Жаңағы ыдыстың шетінде қалып қалған ұндарды түсіріп, жақсылап араластырамыз. Осындай қою болып шығады. Бетін пакетпен жауып, 5-10 минутқа алып қоямыз. 5-10 минут өткеннен соң, оны бір реттік кондитерлік қапшыққа салып дайындап аламыз. Солай біз жаңа дөңгелек пішіндерді жасау оңай болады. Пергамент қағазына немесе осындай арнайы силиконовый коврикке дөңгелек пішінді етіп, жаңағы қамырды құйып шығамыз. Қызып тұрған 180 градуста пісіріп аламыз. Енді крем-чиз дайындаймыз. Сливки, творожный сыр және қант ұнтағын қосып, жақсылап 4-5 минуттай миксерлеп аламыз. Барлық ингредиенттердің қанша мөлшерде екенін, қанша қажет екенін барлығын мен төменде описаниеге жазып қалдырдым. Сол жерден көрсеңіздер болады. Осында қою формасын ұстайтындай болуы қажет. Енді кондитерлік қапшыққа насадканы кигізіп, кремді саламыз. Және пирожныйларды жинауға кірісеміз. Осылай арасына крем жағып, бетіне екінші бөлігін қоямыз да, осылай барлығын жинап аламыз. Бетін қалауыңызша сәндеуіңізге болады. Шоколадты ганаш құйсаңыздар да болады. Мен осылай сәндеп шықтым. Крем-чиз бұл пирожныйға өте керемет үйлеседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.